стресс болу, қорқыныш болу бұл қалыпты жағдай. Бірақ дайындықты мен кеш бастадым. Ол стратегия, ұбт-ның бірінші стратегиясы 100-ге сәл ғана жетпей қалған бол, және жаңағы оңайдан қиынға қарай жүру деген. Мысалы үшін обидное чувство болды, что жақсы бір нәтиже көрсете алмадым деген секілді. Өзім өте үлкен ожидание болды, что мен өзім ешқандай курссыз, ешқандай несіз жаңағыдай өзім дайындала саламын, өзім бәрі қолымнан келеді, үлгеремін деп сөйтіп ойладым. Бірақ ондай бір жылдың ішінде қаншама жылдың материалын толықтай бойыма сіңіріп, толықтай жаңағы оқып біту мүмкін емес екен. Барлықтарыңа сәлем достар, біздің кезекті видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі бізде видео форматы ерекше болғалдыр. Біз бүгін тиктокер Қайраттан сұхбат алатын боламыз. Қайрат бізде 2021 жылғы түлек. Ол қаңтар ұбт тапсырғандағы өткен жолы қалай болды, қанша балл алды және дайындығы қандай болған екенін сендермен бірге білетін боламыз. Сондықтан да соңына дейін бірге болыңдар. Қайрат бізде 98 балл жинаған екен қаңтар ұбт-дан. Неге одан да жоғары балл жинай алмады? Соның қателіктерімен және де өзінің кеңестерімен бөлісетін болады. Сәлем достар, сәлем Мерей, сұрағыңызға рахмет. Бірінші кезекте жаңа ғана өзіңіз айтып өткендей 2021 жылы мен қаңтар ұбт тапсырған болатынмын. Ол жылдары менің бейіндік пәндерім математика және география пәнін тапсырған болатын бірінші кезекте. Және де 98 балл жинадым. Бұл бірінші кезекте көңіліме аса шықпады. Неге? Себебі 98 балл деген өзіңіз де білесіз ғой, бір 100-ге сәл ғана жетпей қалған балл, және бір чувство болады ғой. Обидное чувство болды, что жақсы бір нәтиже көрсете алмадым деген секілді. Оған осы қандай маған қиындықтар болды, не кедергі жасады деген сұраққа жауап беретін болсақ, жаңа өзіңіз айтқандай. Бірінші кезекте мен өзім ойлаймын, дайындықты мен кеш бастадым. Қараша айынан бастап қана нақты дайындалып бастадым. Оның өзінде менде жүйелі дайындық болмады бірінші кезекте. Екінші кезекте сол осыған байланысты дұрыс жоспардың болмауы, мотивацияның дұрыс болмауы, және сонымен қатар менде өзім өте үлкен ожидание болды, что мен өзім ешқандай курссыз, ешқандай несіз жаңағыдай өзім дайындала саламын, өзім бәрі қолымнан келеді, үлгеремін деп сөйтіп ойладым. Бірақ ондай бір жылдың ішінде қаншама жылдың материалын толықтай бойыңа сіңіріп, толықтай жаңағы оқып біту мүмкін емес екен. Ол үшін өзің дайындалатын болсаң, әрине 10-шы сыныптан 9-шы сыныптан бастасаң, онда үлгересің. Физикалық тұрғыда үлгересің, да? Ал осындай аз уақыт, дұрыс айтасыз, осындай аз уақыт қалған кезде сізге бір методиканың жаңағы бір жолмен дайындалу міндетті керек. Екінші кезекте мен айтатын едім, что неге осындай 98 балл, неге 100 балл емес деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол кезде мен бейіндік пәндермен жаңағы жалпы пәндер арасында менде дұрыс баланс болмады да, дисбаланс болып кетті. Яғни мысалы үшін мен географияны қатты оқып кететін болсам, математикам ақсап қалды бір жақта деген секілді. Жаңағы оқу сауаттылығы мен мат сауаттылыққа мүлдем дайындалмадым. Неге? Себебі мен оларды оңай деп ойладым. Негізі оқу сауаттылыққа қандай дайындалып керек емес шынымен де. Бірақ мат сауаттылықты кішкене қарап бір алатын сәт. Барлық пәндерге баланс ұстап, барлығына бірдей кезекте дайындалу қажет. Оның ішінде ең негізгі әрине ол бейіндік пәндер бізге көп балл алып келетін. Сол бейіндік пәндерде мен тек қана фокусты, акцентті география ғылымында, математика бір жағынан ақсап қалды. Сол жағынан да осындай бір үлкен қателіктер болды. Соның себебі мен де осы қаңтар ұбт-да кішкене аз балл жинап, мен үшін аз балл болды, өйткені мен геомат болғандықтан өзіңіз білесіз, ол жаңағы грант қатысу баллы жоғары, тиісінше жаңағы жоғары балл жинау керек болды. Мен үшін аз болды. Ал енді келесі кезекте Қайраттан жалпы ұбт тапсырудағы өзінің тәжірибесін білетін боламыз. Ең бірінші жалпы ұбт тапсырғанда өзіңіздің қандай қиындықтарыңыз болды, және де ұбт тапсырудағы өзіңіздің стресс пен қорқынышыңызды қалай жеңдіңіз, және ұбт сұрақтарын белгілеген кезде өзіңіздің бір әдістеріңіз болды ма? Өте керемет сұрақ. Негізінен қазіргі ұбт-ға дайындалып жүрген түлектердің барлығында болатын бұл жағдай. Неге? Себебі өздеріңіз білесіздер, ұбт ол кішкене маңызды оқиға болғандықтан, бұл стресс болу, қорқыныш болу, бұл қалыпты жағдай. Бірақ оны жеңудің де өзіндік жолдары бар. Бірінші кезекте сіз жаңағы ол қайдан пайда болады деген сұраққа жауап беретін болса, егер сізде жүйелі дайындық болмаса, егер сіз ойыңыз шаршаңқы болып, дайындығыңыз дұрыс болмай жатса, әрине сіз қорқасыз, іштей өзіңізге сенімсіз болғандықтан, ол қорқынышқа ілеседі, қорқыныштың арты әрине стресске ілесіп, оның арты депрессия болып кетуі мүмкін. Сондықтан да оның жаңағы қарапайым банальный жолы дұрыс дайындалу, бірінші кезекте, екінші кезекте жаңағы жоспар құра отырып, стратегия құра отырып, сол жаңағы мақсаттарыңызға ақырындап жету, қорқынышыңызды азайтып, стрессіңізді де солай басатын боласыз. Енді ұбт кезінде жалпы мен қалай шештім, қалай жаңағы сұрақтарды ретімен шештім деген бір жақсы тәсіл бар. Ол жаңағы оңайдан қиынға қарай жүру деген. Мысалы үшін сізге өзіңіз нақты білетін, өзіңіздің жауап жаңағы оңай сұрақтарды бар ғой, бірінші кезекте шешіп тастайсыз, ол сізге нақты балл алып келеді.
иә, әрине географияны шешіп бастадым. Неге себебі маған өте қатты ұнайтын бейіндік пән география болғандықтан өзім білетін географияны білетін сұрақтарын толықтай шешіп тастап, кейін қиын сұрақтарды кейінге қалдырып қойдым. Кейін оларды ойланып, уақыт қалып жатса деген секілді ғой, бізге бірінші кезекте ол стратегия, ұбт-ның бірінші стратегиясы қандай жағдай болмаса да жоғары балл жинау керек қой. Сондықтан да өзіңіз білетін сұрақтардың барлығын уақыт жоғалтпай тез арада шешіп тастау керек деп сондай стратегияны жұмсап тұрған болатын. Жақсы, керемет, оқушыларға пайдалы болып жатыр деп ойлаймын. Енді келесі сұрақ, Қайрат, өзіңіз бір осы қаңтар ұбт-сын тапсырушы оқушыларға мотивацияңызды және де кеңестеріңізді беріп өтсеңіз, сонымен қатар сіздің жинаған балыңыз ұбт-дан жалпы болашағыңызға қалай әсер етті? Иә, бір керемет сұрақ болды. Мотивация беретін болсақ, мен де жаңағы өзіңіз айтып өттіңіз, TikTok әлеуметтік желісі, Instagram әлеуметтік желілерінде жастарға, бүкіл не только жастарға, осы қоғамға барлығына мотивация беру, мен үлгі беру, мотивация беру менің жақсы көретін әдеттерімнің бірі. Сол себептен бірінші кезекте айтып өтетінім ол достар, жаңағы еңбек бәріне жеңбек дейді ғой. Еңбек етпей көктен бір нәрсені тілеп жүру, ол да дұрыс емес. Егер сіздің шынымен де маңдай теріңіз ағып, көзіңіз ағып тұрып, түнімен оқып дайындалатын болсаңыз, еңбегіңіз міндетті түрде ақталады. Оған шүбә келтірмесеңіз деп болады. Сондықтан да мотивация ретінде мотивацияны біреуден емес, өзіңізден алыңыз, өзіңіздің оқу процесіңізден алыңыз, өзіңіздің жаңағы кішкентай жетістіктеріңізден мотивация болатындай, өзіңізге мотивация берсеңіз, ол долгосрочный мотивация болады. Сондықтан да тек қана өзіңе сен, сізде бәрі жақсы болады. Және қарап отырған тілек, сіздер міндетті түрде грантқа түсетін боласыздар, 100+ балл жинайтын боласыздар. Тек қана өздеріңізге сенсеңіздер болды. Екінші бір сұрағыңыз бар ғой, және жоғары балл жинау сіздің өміріңізге қаншалықты әсер етті дейсіз ғой, негізінен балдың жаңағы қанша балл жинасаң да өмірге бір ешқандай бір әсері жоқ дегенге мен кішкене келіспеймін. Неге себебі мен осы жоғары балл жинау арқылы жаңағы біз кейін университетке барғанда бір топқа түсеміз ғой. Топта біздің жаңағы потенциалы бар ортаға түстім да соның арқасында. Яғни менің тобымда, мен өзім логистика мамандығына түстім, логистика мамандығына кем дегенде 105 балдан жоғары балл жинаған балалар түсті. Сәйкесінше онда потенциалы бар балалар, жоғары және білімі бар балалар, солармен бірге 4 жыл сіз жаңағы қарым-қатынаста болғандықтан оларда өзінің жаңағы сізге оң жақтарын береді. Сондықтан да неғұрлым жақсы балл жинаған, әрине соғұрлым керемет нәтиже беретін болады. Ал достар, Қайраттың айтқан кеңестері мен мотивациялар сендерге ұнаса, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңдар. Және де мен сендерге сенемін, қаңтар ұбт-дан барлығын өздерің қалаған балдарыңды алып шығатын боласыңдар. Бірақ та оған ең алдымен сенім керегін ұмытпаңдар. Және өздеріңнің жасайтын әрекеттерін дәл қазірден бастап қалайтын болсаңдар, міндетті түрде мақсаттарыңа жететін боласыңдар. Абай атамыз айтпақшы, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап.